Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін үй жағдайында чупа-чупстер жасайтын боламыз. Менің арнама жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бірінші бізге осындай ыдыс керек болады. Асты қалың ыдыс, содан кейін таразы керек болады. Таразымыздың үстіне пиялаймызды қойып, 100 грамм қант салатын боламыз, шекер яғни. Одан кейін шекерімізді ыдысымызға салып қоямыз да, одан кейін мен мына жерде глюкозный сироп қостым. Сіздерде жоқ болса, бір ас қасық толтырып бал қоссаңыздар болады. Менде осы глюкоза болған үшін осы глюкозаны қостым. Бұдан бір қасық қосам, толтырып бір қасық қосамын. Одан кейін осының үстіне 100 грамм су құятын боламыз. Су құйып, ыдысымызға суымызды құйып, 100 грамм баяу отта 20 минут қайнататын боламыз. Бірінші осылайынан жан-жағына тигізбей, жаңағыдей шекеріміз ерігенше сәл қозғап тұрамыз. Одан кейін осылай қайнап бастайды шеттері. Бізде бұл сиропымыз 20 минут қайнау керек. Сол кезде чупа-чупстеріміз дайын болып қалады. Оның арасында осындай силиконовый ыдысымызға таяқшаларын қыстырып дайындайтын боламыз. Барлығын осылайынан дайындап шығып, дайындап қоятын боламыз сиропымыз дайын болғанша. Бізде сиропымыз осылай қайнап, көпіршіп қайнаған кезде үстінен бояуымызды салып, яғни красителіміз салып, любой тортқа қосатын красителіміз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің чупа-чупсымыз дайын болғанын мұздай суға осылайынан тамызып көреміз. Если қататын болса, суға түскенде чупа-чупсымыз дайын деген сөз. Мінекей, бізде уже чупа-чупсымыз дайын. Ыдысымызға, қалпымызға чупа-чупстерімізді құйып алатын боламыз. Осылай бірінші кезде көпіретін болады. Одан қорықпаңыздар. Ол кейін басылып қалатын болады. Барлығына осылайынан құйып алып, менде үстіне себетін осындай посыпкалары болды, конфетиктер. Осыларды қойып шықтым. Балдар қуаныш үшін осындай қылып өте әдемі қылып жасасаңыздар болады. Дәл осы чупа-чупстерімізді 2 сағатқа жібереміз. Салқындау үшін холодильникке салмаймыз, морозильникке салуға болмайды. Үй температурасында қату керек болады. Мінекей, біздің чупа-чупстеріміз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты чупа-чупстеріміз. Балдарыңызды осылай істеп беріп, қуантсаңыздар болады. Мінекей, біздің чупа-чупстеріміздің бәрі дайын болды. Барлығын алып, осылайынан салфандарға салып қойсаңыздар, өте дәмді чупа-чупстер жасалды. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.